Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сізді өзімнің каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін итальяндық пирог пісіретін боламыз. Кей жерде итальяндық пицца деп те атайды. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне тұзымызды, ашытқымызды қосамыз. Оның үстіне 20% қаймағымызды саламыз. Және алдын ала ертілген сары майымызды қосамыз. Осы массамыздың үстіне ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Видеода көрсетілгенде қамырымыз өте жұмсақ болады. Осы қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге салмасына пияз қажет. Пиязымызды өте майда етіп турап аламыз. Туралған дайын пиязымызды алдын ала қызып тұрған ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Мен бұл жерде 50 грамм сұйық май құйдым. Майымызды қыздырып, пиязымызды қурмалайтын боламыз. Пиязымыздың үстіне татымына қарай тұзымыз бен қара бұрышымызды қосамыз және ары қарай қурмалаймыз. Ірімшігімізді майдалап 4 бұрыштетіп кесіп турап аламыз. Салмамызды жинайтын боламыз. Ыдысымызға қуырылған пиязымызды салып, үстіне 4 бұрыштетіп туралған ірімшігімізді қосамыз. Оның үстіне 3 тал жұмыртқамызды қосып, 20% қаймағымызды саламыз. Барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы массамыздың үстіне бір ас қасық кукуруз крахмалын қосып, әрі қарай араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды жаямыз. Мен қамырымды пештің ыдысының көлемінде етіп 4 бұрыштетіп жайып алдым. Салмамызды орналастырамыз. Салмамызды қамырымыздың бетімен теңдей етіп толықтай орналастырып шығамыз. Бетіне укроп қосамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пешімізге 25-30 минутқа қойып, итальяндық пирогымызды пісіріп аламыз. Өте дәмді және жұмсақ болып шығатын тойымды итальяндық пирогымыз дайын болды. Яғни пиццамыз дәмі дәл пиццаның өзіндей. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.